Өшіргіш қолданбай сурет салу өнерін өмір деп атайды. Әбудің жағымсыз баласы ауыл атына әбден кір келтіріп бітті. Азаматтық некедегі әйелінің баласына күн көрсетпей, ақыры сол үшін 4 жыл 8 ай отырып шықты. Өгей әке 7 жасар баланы 5 ай бойы қара су мен қара нанмен қатырған. Мектептен келе көбейту кестесін сұрап, бір аяғын көтеріп, күні бойы бұрышқа тұрғызған. Бұл қатыгездіктің шегі болмады. Әйелі Ажар баласына кейде араша түссе, кейде көрмеген сынай танытады. Айы күні жетіп, ырсылдап жүрген аяқ ауыр келіншек мектептің еденін жуып, нәқапат алатын. Бірінші күйеуі арақ құмар болды. Есінен танғанша, қалтасындағы қара бақыр қалғанша ішетін. Басы жерге жетіп, құлағанша арақты судай сімірді. Жеген таяғы мен тепкінің салдарынан Ажар 3 рет іштегі баласынан айырылған. Әупірімдеп жүріп, осы баланы дүниеге әкелді. Ол кезде күйеуі наркологиялық диспансерде ес-түссіз жатқан. Көп ұзамай бақилық болды. Ажарға туған әпкесі қол ұшын созды. Өзі де жұмыс істеп, әпке жездесінің қолында тұрды. Басында баспана болмаған соң, денсаулығы да сыр берген. Көрші ауылдың бұған дейін 2 рет үйленген Сұлтан атты жігітімен таныстыру әпкесінің енесінен шыққан ұсыныс болатын. Таныса салып, үйленуге ұсыныс жасаған жігіттің ойланбастан етегінен ұстады. Көп ұзамай бала көтерді. Сұлтанның ата-анасы да бақуатты, бай отбасы болатын. Бұларды үйлене салысымен ауылдың шетіне бөлек шығарған. Бірақ бұған дейін бұзақ қылығымен аты шыққан күйеуінен Ажар іштей өлердей қорқатын. Онысын білдіргісі келмей жұмысқа шығып кетті. Жұмыста жүріп, Құдайдан тілеп алған баласын ойлайды. Оның жәутеңдеп өсіп келе жатқаны жанына батса да, тағдырына мойын сұнып, үнін шығармайтын. Бір күні кешке үйге келсе, сыртқы есік шалқалай ашық тұр. Уайым мен қорқынышы екі жағынан қолтықтап, жақындап келеді. Бір сұмдықтың болғанын іші сезгені. Бойынан әл кетіп, екі тізесі дірілдеп, табалдырықтан аттады. Едендегі қандақтарын көріп, сол арада талып қалды. Есін жиса, дәрігер мұның қан қысымын өлшеп жатыр екен. Медбике тамырына дәрі екті. Ол өзінің ауруханада жатқанын түсінді. Жасанды толғақ шақалақтың дәрінің күшімен іште шетінеп кеткен шаранасына дәрігерлер босандырып алды. Арада біраз күн өткен соң, қаладағы жансақтау бөлімінде өмір мен өлім арасында жатқан ұлына қарай сүйретіліп бара жатты. Баласының бірнеше қабырғасы сынған, басы жарылған, мұрны сынған, бетінің сау тамтығы қалмапты. Ішкі органдарына да әжептәуір зақым келіпті. Сорлы ана баласын құшақтап аңырап жылады. Дәрігерлер оған баласының жазылып кететінін, бірақ жарымжан болып қалуы мүмкін екенін айтты. Уақыт өте келе Сұлтан түрмеден босап шықты. Енді алаяқтықпен аты шықты. Ол ашқан жарнама агенттігіне алданып, сан соғып қалған жандарда шек болмады. Әлде кімнен 5-6 мыңнан
бастап алған арам ақша 450 мыңдап тақырға отырғызумен аяқталды. Жиған терген 500 миллионнан айырылып, алаяққа жем болған мұғалім мұны айып қалмады. Ауылдасын көз көрген пәленшенің баласы ғой дегендер, әкесі ақша беріп аузын жапқандар болса, әліптің артын бақты. Аузын ашса, сөздің майын тамызатын Сұлтанды бұл жолы әкесі құтқара алмады. Тағы да бақандай 5 жылға алаяқтықпен сотталып кетті. Осылайша 27 жасында Сұлтан 3 рет үйленіп, 2 рет сотты болып, ауыл аймақта көш бастады. Алдыңғы екінші келіншегі де ауылдың мен деген сұлулары еді. Бірі ауыл әкімінің жалғыз қызы. Бірінші қол көтерген күннен ертесінен ақ әкесі қызын әкетіп қалған. Екіншісі Кәрібай қойшының кенжесі. Алғашқы құрсағы іште жетінеп кеткен соң, қатал әке мұның басына әңгір таяқ ойнатып, сотатып жібере жаздаған. Әкесі байғұс соңғы тиынына дейін санап беріп, аман алып қалды. Мектеп қабырғасында жүргенде де көрсетпеген құқайы жоқ. Елге абыройсыз болған әкесі бар мүлкін осы ортаншы ұлына Сұлтанға сарп етті. Үлкен ұлы мен күнже ұлы ақылды, қыздары да иненің көзінен өткенде сұлу да әдепті. Сұлтаны да құдды бір басқа өлетін баласындай. Түр тұлғасы сымбатты, бойы сұңғақ келгені қайтейін, ит мінезді, әлемдегі бар жамандықты бар бойына сіңіріп алғандай. Әкесі алып берген үйді паналап сол үйде тұрып жатқан Сұлтаннан бәрі іргесін аулақ салатын. Тіпті көршілер де көшіп құтылды. Сырттан келген үйді арзан бағаға сатып алған жаңа көршілер бұған мойын бұрып та қарамайтын. Қит етсе жетіп келетін ауылдың учаскелік полицейі де әбден қитығына тиіп бітті. Аштан өлуге сәл-ақ қалды. Тағы да оңай пайда табу көзін іздеді. Түрмеден босап шыққалы, ат басын бұрмаған әке шешесі мен бауырларына бір боқтап, ауыл аймақты кезіп кетті. Құзғынды құзғын алыстан таниды. Көп ұзамай есірткі сатып, баймақ болған командаға қосылып кетті. Өмірді жаңадан бастады. Аудан орталығындағы ең жақсы кафелер бұларды құшақ жая қарсы алды. Ақшаны онды-солды шаршып өмір сүрді. Қосымша табысы да болды. Жас қыздарды пәтерге апарып, зорлық көрсетіп, видеоға түсіріп, бейне жазбаланы сатып, ақшаға қарық болатын. Қаншама қыздың көз жасы мен есірткіге тәуелді болған талай жастың обалы жібермеді. Заң бұларды тайрандатып қоймады. Тағы да 8 жылды арқалап, тағы кетті. Тарқабаста жатып көп ойланды. Өмірдің көбі түрмеде өтіп жатты. Жасы болса 40-қа таяп қалды. Мұның жүрісі мынау. Бостандыққа шыққан күні әке шешесінен кешірім сұрап, аяғына жығылып, үдзелемін деп бекінді. Ойларым мұны ойға да қырға да сүйреді. Көз алдына бірінші әйелі келді, аты Қамар болатын. Сұлтан Махмұттың шығармасына арқау болған Қамар сұлудың өзі еді. 20 жасында әкемнің 18 жасар қызына есі кетейін ғашық болды. Күндіз есінен, түнде түсінен шықпады. Әкесі баласының жайын тыңдап тәуекелге бел буды. Өзі де қара жаяу емес, ауылдың білдей бас есепшісі. Қамардың үлбіреген ақша жүзі, ботадай көздері, шиедей ерні, бұралған қапша белі көрген жанды еліктірей қоймайтын. Сұлтан қызғаныш деген қызыл еттің арбауына түсті. Нәзік те сұлу Қамар мұның қол көтергеніне шыдай алмады.
бетіне жел тимей өсірген қызын әкесі үйінен алып кетті. Мұны ондырмай қарғап кетті. Қойшының қызы демессің. Аңсаған да екінші әйелі сұлудың сұлу еді-ау. Ауылдың қас сұлуларын бірінші болып қырыққа түсіретін сұлтанды жігіттер қауымы жек көретін. Ол толқынды шашын артқа қайырып, үстіне қымбат бешпет шалбарын киіп, алшын басып келе жатқанда түрік сериалдарындағы басты рөлді сомдайтын актер біткен жолда қалатын. Ащы суға тойып алып, әйелін тепкін астына алды. Құрсағымда жатқан баламды аяңызшы дегенде де аңсағанның жалынышты даусы қызғаныштың қызыл жалынынан құтқара алмады. Қадырбай қойшы мұны қамшымен сабап жатқанда үстіне түсіп араша түскен. Бекер түсті. Сол залында сүміреп тұрғанда әкесі тағы араша сұрады. Ақшасында қара малында да аямады. Бекер кірісті. Ол бір сәт осының бәріне құдды әкесі кінәлі сияқты сезінді. Іште ай жүзді әйелдерін ойлап, сағыныштың сан-мың инесі жүрегін шымырлатты. Ал ажар есіне түскенде миығына мырс етті. Бір сәт соған үйлендірген әкесін жазғырып өкінді. Ол әйелдің көз татар көркі де, қыпша белі де, тәтті қылығы да жоқ еді. Тиісерге қара таппай, ақысын кімнен аларын білмей жүрді. Ажарды қызғана алмады. Үн-түнсіз жүре беретін. Бірақ үй тірлігіне пысық болатын. Сөзінен ілік тауып, тесен десе сөйлемейтін. Сонымен оның ақысын бейкүнә баласынан алды. Әйелі бұған да көз жұмып қарады. Одан сайын ғыр-зығыр даны қайнап баланы өлімші халге жеткізіп сабап тынды. Есірткі сатып, бөтен ортаға түсуіне де әкесін кінәлады. Халін сұрамай аш қалдырған өзі. Бірақ сонда да өтірік кешірім сұрап әкесінің қамқорлығына қайта кірісе болмас деп шешті. Аяғына келіп жығылып кешірім сұрап, жылаған ұлына қарап, әкесін жүрегі гелгезердей болған. Бауырларында сеніміне кіріп, өмірді қайтап басынан бастамаққа ниетте еді. Ата-анасы аттай қалап көрші облыстан ұлының көңілі ауған 21 жасар қызға құда түсті. Барлық жөн жорғасын жасап, ұлын тағы да үйлендірді. 40-қа қараған шағында жап-жас қызды алып, бақыттан басы айналды. Сәлима жеңгесі араға келікпегенде әттен. Сампылдаған Сәлиманың сұммандап жүрмейтін жері жоқ. Келген түскен күн-ақ шымылдырыққа сұлтанның удай мас досы Аманды кіргізіп жіберіп, өзі ауылына қайтып кеткен. Қайнысымен ойнаған түрі болар іс болып бояу сіңген соң, сұлтан сұлуын дөреу төркініне кері қайтарып жіберді. Аманның әйелі бұл сұмдықты естіп, 6 баласын шұбыртып, төркініне кетіп қалыпты. Қайтып келмеді. Сұлтан болса, жер көктен іздеп Сәлиманы таба алмады. Аудан орталығында тұратын үйіне 10 рет барды. Ойының арты отқа оранған естіп, ол да қашып жүрсе керек. Арада күндер, айлар өтіп жатты. Таң атса күн батып, ауылдың қып-қызыл лаулаған өсегі де басылған. Сорлы қыз сұлтанның 4-ші әйелі. Төркініне жеткен соң, арада бір ай өтпей асылып өліпті. Сұлтан да бөтелкемен қайта дос болып, қашан көрсен де құшақтасып бірге жүреді. Бір күні әдеттегідей өлердей мас болып келе жатқан, көзіне көрінген аудан шетіндегі дүкенге кіріп, арақ сатып алмақшы еді. Қарсы алдында бір келіншек теріс қарап тұр екен. Дүкенші пышақпен шұжықты бөліп таразыға тартып жатыр.
сампылдаған даусынан Сәлима жеңгесін Сұлтан бірден таныды. Ол да бұны көріп, есікке қарай жалма-жан ұмтылды. Бұл да дүкеншінің алдындағы пышақты қолына алып, оған сілтеп үлгерді. У да айқай-шу, айнала қып-қызыл қанға бөкті. Сұлтан есін жиғанда темір тордың ар жағында отыр екен. Сұлтанның басы құрғыр сынып алып барады. Қасында ешкім жоқ. Су сұрап еді, онысын ешкім естімеді де. Аса ауыр қылмыс жасаған үшін 3 бірдей адамды өлтірді деп айып тағылды. Сұлтанды 20 жылға бас бостандығынан айырды. Жазасын айрықша режимдегі түзеу мекемесінде де өтетінін сот ышқына хабарлап жатты. Сәлима сол күні дүкенге азық-түлік алуға барған. Өкінішке орай, ішіндегі 7 айдан асқан егіз балдары бар екен. Өзі де дәрігерлер аман алып қала алмады. Пышақ топ-тұра қарнын сойып түсіпті. Бұған дейін де жатырда жатқан өз ұрпағының неше жазықсыз шарананың мына жарық дүниені көре алмай кетуіне себеп болған Сұлтанды олардың наласы жібермеген секілді. Ұрпақсыз кетті. 20 жылды артқа қалдырып, Сұлтан үйіне оралды. Өмірінің 37 жылы түрмеде өткен бейбақ есік алдындағы орындықта күн ұзақ отырды. Атқан таң мен батқан күнге көз тікті. Аст үстіне түсетін, қабағына қарап қамын ойлайтын ата-анасы да бақилық болып кеткен. Оларға бір уыс топырақ та сала алмады. Сұлтан түрмеден шығып барар жері басар тауы қалмаған соң бауыры қаңыра шарыңыраққа алып кетті. Кезіндегі сұңғақ бойлы көрікті жігіттен жығыда қалмаған. Өкпесі тесіліп құрт ауруына шалдыққан. Басқа да жұққызған аурулары жетерлік. Шашы аппақ, сереген, аузындағы азу тістерінде бірі қалмаған. Екі жағы кіріп, өні солып, көзі шүңірейіп, қабырғасы арсайып қалған. Бір қарағанда тірі аруақ терсін. Ауылдың үлкен кішісі де бұл үйге бұрылып қарамай өтпейтін. Бәрі де сол баяғы көрікті жігіттің қалай шөккенін, қалай жеңілгенін көргісі келетін болар. Жас балалар келіп қолын алатын, үлкендер үнсіз басын шайқап өте шығатын. Арада бір ай өтер-өтпес Сұлтан өмірден өтті. Қанша қыздың арманына айналған көрікті жігіттің көріксіз өмірі осылай тез-ақ аяқталды. Әңгіменің авторы Айгүл Әжібаева.